Көтерер қойдың басын, 5-6 ауыз сөз айтылып шайдан қашып періште орын алсын дегіміз келеді. Қазекең той жасауға шебер екен, еңселі елді көрсе мерең етем. Қазақтың маңдайына тойды жазған, жаратқан ем сен еткен керемет ең. Қазекең бір-бірінен қалсыраса, мал жаның аман ба деп сұрайды екен. Ассалаумағалейкум деген сөзі Алланың нұры жаусын деген екен. Той жазған түркілердің тағдырына, неше тұсынал талаштың әнжіріне. Ассалаумағалейкум, арда қазақ, Алланың нұры жаусын барлығыңызға деп бір амандасып қояйық. Балалардың тілегіне қатты риза болып тұрмын. Жалпы мына анамызға күнде айта бермейміз ғой. Мама, мен сені жақсы көремін деп. Сен қазақтың әкесін айтып көр, әке мен сені жақсы көремін деп. Ішіп алғасың дейді. Жалпы енді осындай жиын тойда, осындай сәтте, сана сезіміз толыққан сәтте, әуелі Алла, одан кейін әкеміз бен анамызға алғысымызды білдіргіміз келеді дегенде, қазақтың осындай ұл қыздары бар екен ғой деп көзінің еріксізден жас келеді. Жалпы мына анамызды жақсы көреміз деп айтып жатырмыз ғой. Мехнат Теміртасқызы бұлай дейді. Аналарда жұмақ дейміз, күн дейміз, құрғақ сөзге құмар бұзау қылмаймыз. Ыстығасын ішіп алып ананың айтқан сөзі құлаққа да ілмейміз. Жақсы көрем жаным апа деп, неге осы жиі айтып жүрмейміз дейді. Мен емес, жақсы көрем жаным апа деп, осы перзент немерелеріңіз айтып тұр ағайын. Жалпы мына қазақта айтады, анаңды сыйла, анаңның табанының астында жұмақтың кілті бар дейді. Әкеңнің табанының астында ештеңе жоқ, бірақ әкеңнің жұмақ қас қабағында дейді. Осы қас қабағы мен балалары ешкімге қол жаймасын деп, жұмыстан аяқ қолы қанша қалса да, балалары ешкімнен кем болмасын деп өсірген әкелеріміздің еңбегін кейде еш кетіп жатамыз. Әкем менің әміршім әулетімде, көремін тұлғасын тау ретінде, мақсатыңа кешікпей жету үшін тау тұру керек қой жау бетінде дейді Қайнар Алагөзов ағамыз айтады. Жалпы мына қызым деп құшағын жайып, балам деп бауырына басып, мына қазақта айтады ғой, қоймайтын бауыр жаман деген екен. Үшінші ұлынан сұраса, әке, адамның жақсысы бар, жаманы бар, бірақ еттің жақсы жаманын көрген жоқ қой. Егер сіздің сұрағыңыз келіп тұрған мүше болса, ол көз бен тіл жаман деген екен. Осы әкеміздің шаңырағы көздің көзділігінен, тілдің тілдігінен бір Алланың өзі сақтасын дегіміз келеді. Ал ендеше әке жүректерімізбен, ана жүректерімізбен осы келген ағайын туысқа, дос жаранға рахмет тілектеріңізді, алғыс тілектеріңізді арнасаңыздар. Рұқсат, микрофон кезегі өзі. Тағалайдың, сәйгүлігін алтыннан тағалайдың, 30 күн ұлан асыр тойын жасап, 40 күнді қызығы таусылмайтын, той десе қубасы домалайдың. Ассалаумағалейкум арда қазам деп бір амандасып қояйық. Ай, рахмет көп. Ал енді құрметті қадірменді қонақтар.